Қайырлы күн құрметті көрермен, бүгін бізде кезекті пайдалы подкастымыз. Бүгін біз Қарағанды және Астананың жоғары санатты дәрігерлерімен сұхбаттасатын боламыз. Олар кім десеңіздер, Қарағанды қаласынан Айнұр Мәулетқызы, ортодонт маманы, және Астана қаласынан Нұрсұлтан Қажыбекұлы, ортодонт маманы. Енді екі ортодонттың бір жерде тоғысуы ол енді үлкен бір жаңалық деуге болады. Өйткені талай даулы мәселелер бар қазіргі ата-аналар арасында. Дайынсыздар ма? Дайынбыз. Жақсы, бастаймыз. Аха. Енді әуелгі кезекте сүт түстерді емдеу маңызы мен олардың прикусқа әсері қандай деген қазір көп қойылатын сұрақ. Сүт түстерді негізі емдеу керек. Көп ата-аналар ойлайды, сүт түседі, жаңадан тіс шығады, сосын оны емдейміз, тазалаймыз деп ойлайды, ол дұрыс емес. Негізі біздің сүт түстеріміз прикустың дұрыс қалыптасуына үлкен әсерін тигізеді. Қазір көп ата-аналар емдемей, ақыр аяғы жұлып атады ол тістерін. Тіс ертеден ерте жұлынса, біріншіден орын жабылады ол тіске. Екіншіден, сол жұлынған тістің орнында сүйек дұрыс өспейді, кейін асимметрия болады. Үшіншіден, балаға шайнау қызметінің бұзылысына алып келеді. Егер де өздеріңіз мысалы бір тісті жұлып алып тастасаңыздар, ол жағымен шайнай алмайсыздар. Сол сияқты балада жұлынған жағымен бала шайнай алмайды. Соответственно, противоположный екінші жағымен шайнай бастайды. Екінші жағымен шайнай бастағаннан кейін сол шайнап жатқан жақ өсе бастайды да, шайналынбай жатқан жақ өспей қалады. Кейін балада асимметрия болады. Асимметрия пайда болғаннан кейін уже оны түзеу өте қиын. Егер ол асимметрия 4, 5, 6 мм болса, ол тіптен түзелмейді. Егер 2-3 мм болса, кішкене корректировка жасауға болады, и то идеально болмайды. Сондықтан сүт түстерді уақытылы емдеу керек, уақытылы тазалау керек, оларға күтім жасау керек. Ал енді осы тұста үй жағдайында баланың жақ сүйегі қалай дамып жатыр, және прикусында қандай өзгерістер бар, қалай тексере аламыз? Қайырлы күн. Үй жағдайында біз қарапайым айтатынымыз негізгі физиологиялық қызметтер, дұрыс шайнау, дұрыс жұту, дұрыс демалу, тілді дұрыс ұстау. Ең қарапайым осы 4 қызмет, яғни біз бала кезімізде білеміз ғой, өзіміз өте қатты тамақтарды жейтінбіз, ауылдық жерде құрт жейтінбіз, сүйек жейтінбіз, сіңір жейтінбіз, оның барлығы бет бұлшықеттерінің дұрыс қимыл қозғалыс жасау үшін қажет. Сол арқылы ауылдық жерде ауа таза, білесіздер, тек мұрынмен демаламыз деген сияқты, оның барлығы дұрыс физиологиялық қызметтер. Осы қарапайым кіші балаларда осы қызметтер дұрыс жасалынатын болса, үй жағдайында өсе келе ол балада ешқандай да артық проблема болмайды. Ал енді осы тұста жалпы ортодонт маманы деп айтамыз. Ал енді бірақ сіздердің жалпы емдеу бағыттарыңыз қалай бөлінеді? Классический ортодонт болады. Мысалы, тек пластинамен ғана жұмыс жасайтын, тек брекетпен, тек лайнермен ғана жұмыс жасайтын да, классикалық түрде жақ сүйегінің размерін өлшейді, сол жақ сүйекке тіс сия ма, симаймыз, симаса жұлады, даже зачаток күйінде жұлады, энукляция деп аталады, и тістерді орнына түзіп қояды. И функциональный ортодонт деп бөлінеді. Функциональный дегеніміз ол жаңағы айтып кеткені Нұрсұлтанның жаңағы бұзылыстардың кесірінен пайда болған ауытқуларды алып тастау арқылы жақ сүйектерін қайта өсіреді. Сол симай тұрған тістерге орын жасаймыз. Искусственно получается. Біз искусственно орын жасаймыз. Функцияларды қалпына келтіру арқылы, жылмай. Сондықтан ортодонттар екіге бөлінеді. Біз бір-бірімізді түсінбейміз. Біз бір-бірімізбен кейде ұрысып та қаламыз. Олар жылу керек дейді, біз жылмау керек дейміз. Олар өспейді дейді, біз өсеміз дейміз. Сөйтіп бір-бірімізді спорить етіп, пациенттермен жақсы результат жасаймыз. Ал енді қазір сіздер дауласып қалмас үшін екеуіңіздің бағыттарыңыз қалай айтып жіберсеңіздер? Бірде ойлаймын, бағытымыз бір ғой. Қазір Айнұр ойлатқызы көп жерде, детский ортодонт, балалар ортодонты, взрослый ортодонт деп бөлінеді көп жағдайда. Бірақ ол бөлінген дұрыс, әрине бала ағзасы бөлек, детский терапия, взрослый терапия деп айтқан сияқты да, бала ағзасы бөлек, ересек адамның ағзасы бөлек. Бірақ соны ойлайды да көп дәрігерлер, тек осындай жастағы балаларды қабылдаймын дейді де, жұмысты бастайды, бірақ аяқсыз қалады. Яғни аяқсыз қалады деген, мен жұмысымды бітірдім, кейін уже взрослый ортодонтқа бар деп айтады. Негізі кез келген ортодонт ол барлық саланы білу керек. Өзі бір-ақ сала, ортодонтия, взрослый детский. Демек, сіз қолға алған балаңызды толыққанды, ол 5 жаста, ол 9 жаста болсын, ол кейін 10 жылдан кейін өсіп сізге қайтадан 19 жаста келсе де, сіз толық ол баланы сопровождать етесіз. Дұрыс, дұрыс. Ал енді 5 жасқа дейінгі балаларда жалпы патологиялық прикус болса, емді неден бастау керек? Негізі вообще біз Европаның да, Бразилияның ортодонтиясын алсақ,
ол жақ ең дамыған біздің бүкіл әлемдегі Европа мен Бразилия жақ. Детская именно ортодонтия. Олар айту бойынша адамның прикусы, баланың прикусы, ол 1000 күнге дейін, мысалы бала туды, где-то примерно 3 жас қой, примерно 3 жасқа дейін идеально түзеп тастауға болады. Это самый лучший период дейді, олар айтады. То есть ең бізге қолайлы возраст 1000 күнге дейін. Осы возрастқа дейін біз полностью функцияларды қалпына келтіру арқылы, причинасын алып тастау арқылы жақтарын өсіре аламыз. Даже генетически предрасположенный прикустардың мезиальный, дистальный, мысалы әкесінде мезиальный, мысалы шешесінде дистальный, апасында глубокий деге, ол генетика арқылы беріледі ғой все равно балаға. Даже сондай прикустарды 1000 күнге дейін толық қанды емдеп тастауға болады. Ары қарай ол наследственный факторға жұқпайды. И потом еще олардың болашақ балаларына ол әсер етпейді. То есть это доказано. Это доказательная медицина. Тың ақпарат болып отыр. Сондықтан мен таңғалып отырмын. Почему? Өйткені енді көбінесе енді жалпы жоқ. На будущее вам полезно будет. Өйткені енді көбінесе қазір қазақта тұқым қуалайды деп барлығын сол жаққа қарай жаба салады ғой. Нет, олай емес, до конца емес. Даже по статистике 3% только тұқым қуалайды. То есть статистика бойынша, мировая статистика, Қазақстан статистикасы емес, бізде тұқым қуалаушылық прикуста 3%. 97% это эпигенетика. То есть внешние факторы. Ауамыз, жаңа айтқан жұтынуымыз, тамақтануымыз, там, не знаю, тілдің орналасуы, неше түрлі гипотонус, гипертонус, да, ол внешний фактор, эпигенетика дегеніміз. А внутренний фактор, генетикамыз, ол 3%. Бүкіл әлемде 3% балада прикус туғанын дұрыс емес. Сондықтан қазіргі айтып жатқандар, ой, менің енемнің прикусы мынандай, күйеуімнің прикусы мынандай, содан баламдікі сондай болып өседі, сондай болып өледі деген, ол дұрыс емес. Любой, даже генетически переданный прикусты 1000 күнге дейін түзеп тастауға болады. Біреу пример менмін. Менің күйеуімде мезиальный прикус. Жолдасымда. Менде дистальный прикус. Үлкен балам дистальный прикуспен туылды. Екінші балам мезиальный прикуспен туылды. Так как мен детский ортодонт с рождения принимаю, мен олардың уже тіс жоқ кезінде қандай прикус болатынын көрдім. Соответственно, баланың бір айына дейін, то есть 30 күннің ішінде ол прикусты полностью түзеп тастауға болады. Полностью. Қазір мысалы мезиальный прикус болып туылған балам 9 жаста. Ешқандай мезиальный прикустың предпосылығы жоқ. Вообще, сүйекте де, бет әлпетінде де. То есть даже генетически предрасположенный прикус можно исправить. Ал енді оны қалай түзейсіз деген сұрақ. Оны қалай түзейсіз? Ортодонтқа келесіз. Ортодонт валиктарды көреді, тісі жоқ жақтарды көреді. Олар бір-бірімен қалай қосылып жатқанын көреді. Кейбір балалар сразу бүйтіп уже қосылып жатады. Кейбіреулердікі прямой стык тұрады, и ары қарай пациентке көрсететін техникалар бар. Массаж сияқты техникалар бар. Соларды пациентке көрсетеді, үйретеді. Мамасына, папасына кім жасайтынына байланысты. Сосын баланың омырау, міндетті түрде омыраумен ему керек. Искусственный болмау керек, жасанды тамақтану болмау керек. И анасына қалай дұрыс тамақтану керек екенін көрсетеді. То есть прикладывание груди дейді орысша. Оның да өзінің бір мелочтары бар. Прикусқа әсер ететін, да. Осы екі жағдайды ана істесе, 30-40 күннің ішінде, мысалы, жаңа туған баланың полностью прикусын түзеп тастауға болады. Ары қарай просто корректировка. Ай сайын, 2 ай сайын келіп тұрады приемға, чтобы көру үшін бәрі дұрыс шығып жатыр ма, дұрыс шығып жатқан жоқ па. И ол арзан, во-первых, ол бесплатно айтылатын нәрсе ғой. Приемға келді, приемның ақшасын төледі, бесплатно көрсетті, техниканы кетті, үйіне бесплатно жасады. Ол балаға ешқандай ауыртпашылық түсірмейді, анасы ол үшін ештеңе сатып алмайды, өзінің ағып жатқан сүті, өзінің қолы, да, и 1-2 ай ішінде түзеп тастайды. Егер оны түземесе, кейін бала келген кезде уже пластина кию керек, тренер беру керек, ортодонтқа төлеу керек деген сияқты, потом ол баланы уговаривать ету керек. Ой, жаным қарағым, давай упражнение жасайық. Ал енді пластинаны қоямыз. Оны қойған бала жылайды, бақырады, айғайлайды. Легче это исправить бала кішкентай кезінде, омырауда жүрген кезде. Ойланатсың. Ойланып отырмын. Бұны яғни сіздер қазіргі таңда жалпы практикаңызда қаншаға жуық адаммен жұмыс жасап көрдіңіз осы тұрғыда? Кішкентай именно. Кішкентай күйінде өте аз. Өйткені ата-аналар білмейді ол туралы. Ақпарат жоқ, ол жерде ешқай жер айтылмайды. Мысалы, эксперт по ГВЛар ол туралы білмейді, айтпайды. Педиатрлар білмейді, айтпайды. Сондықтан соцсеті жүргіземіз, амал жоқтан айтамыз, ата-аналар естісін деп, и көбінесе неонатологтармен жұмыс жасаймыз біз. То есть неонатологтарға айтамыз, біз осындай істей аламыз, біз осындай көре аламыз, бізге консультацияға жіберіңіздер деп.
чтобы ата-аналар білу үшін. А мысалы Европада, Бразилияда бір айлық баланы біз тексеріске апарамыз ғой, окулист тексереді, хирург тексереді, невропатолог тексереді. Оларда профосмотрдың ішінде ортодонт деген списокта бар адам. Хочешь не хочешь, олар обязательно ортодонтқа приемға барады бір айлық баласымен. И бір айлық баласын сол жерде тексертеді, прикусы дұрыс бола ма, болмай ма деген ниетпен. Біздің егер мысалы қазір осы подкастты тыңдап, өкіметіміз естіп жатса, иә, облздрав деген сияқты, министерство здравоохранения естіп жатса, егер бізге де списокта ортодонтты кіргізіп жіберсе, қазіргі балалардың болған ақаулары болмаушы еді. Алдын ала алу жеңіл и арзан. Өте маңызды ақпарат айтылды. Енді сондай-ақ тағы да енді терминдер бар екен. Тренер мен миобрейстерді қолдану. Бұл қаншалықты дұрыс? Өте жақсы. Олар пластинка деген функционалдық аппараттар деп айтайық. Және сияқты, егер тым кіші бала болатын болса, сіз оған тренер деген ол соска сияқты зат, кейін көре жатарсыздар интернеттен. Соска сияқты зат, енді оны сіз емшектегі балаға бермейсіз ғой, өте кіші балаларға деген сияқты. Демек, өте кіші бала болатын болса, оны ата-анасы үй жағдайында жәнегі балада өз бір ғана акт қой, сору актісі болады. Сол уақытта басқа акт қаттама жемейді деген сияқты бала. Сору актісін дұрыс жұмыс жасайтын болса, бала өсе береді. Егер қателік кетсе, бала өсіп кетсе, онда жәнегі айтқанда ақырын уже механикалық түрде өзгертетін әртүрлі аппараттар қосыла бастайды. Соның ең бастапқыларының бірі осы тренер мен миобрейс. Әдетте кішкентай кезінде бастайтын негізі. Енді сразу бір пластинка бере салмайсыз балаға. Бастапқыда ақырын. Егер балаға миобрейс немесе тренер уже ұсынылатын болса, демек балада патологиялық прикустың алғашқы белгілері бар деген сөз. Сіз балаңыз ол тренер, ол как лечение ретінде қалыптастырылады қазір көп жағдайда. Ал одан кейін ересек балаларда енді ол функционалдық аппарат ретінде жәнегі нәтижені сақтап тұру деген сияқты бар, бірақ негізгі жағдайда ол как лечение. Сондықтан мүмкіндік болса оған да жеткізбеуге болады. Тренер ата-аналар түсіну үшін меніңше былай түсіндіру керек. Тренажер деген сөзден шыққан ғой. Мысалы біз арықтау үшін спортзалға барамыз, диета ұстаймыз, спортзалға барамыз, тренажердің үстіне мінеміз, неше түрлі зарядка жасаймыз, оның үстіне сосын фигурамызды түзейміз. Сол сияқты прикусты түзеу үшін мысалы адам пластина қояды, брекет қояды, и тренер киеді. Тренер ол тренажер. Егер адам құр тренерді аузына кесіп, ой, менің қазір прикусым түзеліп кетеді, керемет болып кетеді деп ойласа, ол дұрыс емес. Ол түзелмейді. Оған бір арнайы жұмыс әрекет жасау керек. Мысалы, сіз спортзалға бардыңыз, тренажердің үстіне mindіңіз, бірақ кешке келіп 1 килограмм торт жесеңіз арықтамайды. Диетаға отыруыңыз керек. Сол сияқты адам жаттығу жасау керек. Функциясын қалпына келтіретін жаттығуды қоса жасаса, ана тренердің күші тиеді. То есть әсері болады. Ал егер просто көп ата-аналар жазады, мен тренер сатып алдым интернеттен, Алиэкспресстен сатып алдым, Каспийдан сатып алдым, прикусым неге түзелмей жатыр деп жазады директке. Ол дұрыс емес. Во-первых, тренерді ортодонт тағайындайды. Прикусына қарай, типростасына қарай, оның түрлері өте көп. Егер ата-ана өзі сатып алып, оны қолданатын болса, балаға кері әсері тиюі мүмкін. Во-вторых, ол пустышка. Егер какой-то бір силикон прикусы түзей алатын болса, онда зачем біз жұмыс істеп жүрміз? Біз не үшін бұл мамандықты алдық, не үшін оқыдық бәленбай жыл, бәріне тренер берсе, бәрі тістерін түзеп тастаушы еді. Оны қосымша арнайы жаттығулармен бірге қосып беру керек, вспомогательное вещество. Например, если беговой дорожка сатып алып, үйде қойсаңыз, оның бетіне қарап отырсаңыз, сіз арықтамайсыз. Оның үстіне мініп жүгіру керек. Правильно же? Также тренер просто аузына киіс салғаннан прикус түзелмейді. Қосымша жаттығу жасау арқылы түзеледі. Осыны ата-аналар түсініп алу керек. Потому что көбісінде анандай пониманиеда, қазір мен тренер сатып алам, и прикусым түзеледі. Түзелмейді. Каспийден сатып алады ғой. Иә. Wildberries'тен сатып алады. Иә, потому что көреді интернеттен, что кісілер оны сатып алды, и ойлайды түзеледі деп. Ол дұрыс ой емес. Ал енді тісі түзу деген ұғым жалпы прикустың да дұрыс деген білдіре ме? Жоқ. Тісі түзу, бірақ прикусында өзгеріс бар адамдар бар. Мысалы үшін, мезиальный прикус, төменгі жағы алдаға шығып тұратын адамдардың қарасаңыз сүйегі шығып тұруы мүмкін алдаға, бірақ тістері түзу болуы мүмкін. Балаларда да сондай сүт тістер түзу тұру деген балалардағы сүт тістердің, ол кейін тұрақты тістердің түзу болады дегенге ешқандай да бізде страховка емес. Сондықтан тісі түзу екен, баланың ешқандай да патология жоқ шығар деп жүре берген тағы болмайды. Сондықтан да негізі жиі ортодонтқа келіп тұрған дұрыс болады. Көлеміне қарау керек қой. Көлемі, үлкен үстіңгі жақтың, астыңғы жақтың көлемдері бір-біріне пропорционалды болу керек. Егер мысалы бөлек-бөлек алсақ, үстіңгі жақ түзу, астыңғы жақ түзу, бірақ формалары әртүрлі болса, мынандай, либо мынандай, уже это патология прикуса.
және тренерге Так же. байланысты сұрақ. Көп ортодонттар бізде меніңше орта азиялық бағытта жұмыс жасайтын ортодонттар сияқты тренерді дәрігерлерді айтамын мүлдем қолданбайды или Иә, бар қолданбауға ондай. кеңес береді. Мгм. Тренердің өзін қолданбауға кеңес береді. Және айтып жатырмыз ғой басында ортодонттар бірін бірі түсінбейді деп жатқанымыз сол. Тренерді дәрігерлердің өзі дұрыс емес деп айтатын дәрігерлер бар. Бар. Бірақ енді ол кісілерге айта алмайсың, сіздікі дұрыс, менікі дұрыс деген сияқты. Әркімнің өзінің емдеу тәсілі бар. Ортодонтияда сондай бір хаттама жоқ нақты. Әркім өзінше результат шығара береді деген сияқты. Бірақ енді біз көбінесе детский ортодонтияға фокус қоятындықтан мен өзім тренерді қолданамын. Это классический ортодонттар ғой. Классический ортодонттар, олар миобресті мысалы тренер жақсы көрмейді. Не керек, оның қажеті, лучше келатқан тістерді жұла салайық, энуклеация жасай салайық, солай ғой. В основном это классический ортодонттар. Механикалық түрде қатты жұмыс жасайтын, Да. қатты аппараттарды жақсы көретін. Бір ол механикалық аппарат қатты дүние. Тісті жұлу, тістерді қатты қозғалту, жақсүйектерге қимыл қозғалыс траекториясын өзгерту деген сияқты. Ал оның жанынан силиконовый жай зат қой. Ол қалай көмектеседі, оның бетіне қарап отырасың ба деген сияқты түсінік болады да. Бірақ сіз когда қолмен жасап, бір балаға тағып, ол бала бір 2-3 айдан кейін осмотрға келіп, ТОИФ протокол жасап, сосын ана тек қана бір тренермен жаттығудан результатты көрген кезде сізде басқаша түсінік қалыптасады. Дұрыс айтасыз. Енді болашақта тек ортодонттарға бағытталған тағы бір подкаст түсіре жатармыз. Қазір көбінесе ата-аналарға пайдалы ақпарат болсын. Енді сондай-ақ баланың саусақ соруы мен емізікті көп пайдалануы. Это вообще больная тема. Осыны подкаст сайын негізі айтамыз. Айтайын, да, вот мен бір чат жасадым. Целый чат. Вредная привычка деп атадым ол чатты. Ол чатқа инстаграмнан кісілерді шақырдым. Кіріңіздер, сіздерге ақпарат берем, вредная привычкадан қалай арылу керек екенін түсіндірем, оны не істеу керек екенін айтамын дедім, е. Кісілер жазды, үлкен балам сорады саусағын, екінші балам сорады, үшінші 5 баламды бәрі сорады саусағын, соска, 10 жасқа дейін соска емеді деген неше түрлі ақпараттар жазды ата-аналар. Сондағы естіп алды да, енді түсіндірдік қой, былай істеу керек, былай істеу керек, былай істеу керек деген кезде ешкім ештеңе істегісі келмейді. Сорғанды жақсы көреді. 100% ешкім ештеңе істегісі келмейді. Это такая больная тема. Реально больная тема. Саусақ сору, соска сору, пустышка, бутылка, непроливайка дейді ғой қазір ата-аналар жақсы көреді непроливайкаларды балаларға бере салады да, үйретпейді стақаннан су ішуді. Жағаны бүйтіп соратын балалар бар. Подушка, тырнақ тістейді, иә. Неше түрлі вредный привычкалардың түрі көп. Олардың бәрі любой вредный привычка неправильный прикусқа келеді. Дұрыс емес прикусқа келеді. Любой. Это в основном ашық прикус и дистальный прикус. Иногда бірге сочетанный түрде жүреді. И основной емі, вот бүкіл 100% емді алатын болсақ, біз ортодонттар жасап отырады. Основной емі 90% привычкадан арылу керек. Пока сен ана привычканы алып тастамайсың, прикус түзелмейді. И соны ата-аналарға түсіндіресің, қалай алып тастау керек екенін айтасың, лайфхактарды бересің, жасағысы келмейді. Потому что тяжело. Ол баламен ұрысу керек, түнде ұйықтамау керек, түнде бдить етіп отыру керек қой. Біз айтамыз, бала түнде саусағын аузына салып қояды. Бірге ұйықтаңыздар, баланың жанына жатыңыздар. Түнде ояну керек, будильник қойып отыру керек. Сағат сайын тексеріп, бала сорып жатыр ма, сорып жатқан жоқ па. Ол баланың қолына мынандай носки тігіп тастау керек дейміз, пижамасына. Ол бала кейде тесіп тастайды, кесіп тастайды. Психологқа бару керек, детский психологтың контактісіне береміз. Білмеймін, біздің менталитетіміз дұрыс емес па, или ата-аналар түсінбей айтылатын ақпаратты көбісі, енді 100% ата-аналар бәрі сондай деп айта алмаймын, 99% жасамайды. Жасамайды. Ешқандай әрекет жасамайды. Қазір логопедтер вредный привычкамен жұмыс жасайды. Да. Тек қана привычкамен жұмыс жасайды. Привычкамен жұмыс жасайтын логопедтер бар қазір. До того ондай пациенттер көп. Представляете, что уже маман бар, арнайы маман бар, который привычкадан арылтатын. Потому что родителям легче. Мен недавно рилс түсірдім. Мен 4 айлық балам бар. И где-то 2 айында ма, 1,5 айында ма активно саусағын сора бастады. На саусағын. Қолына салап деген. Прям вообще. Өзіңіз айтып жүрсіз мына жақта видео. Иә. Мен бірінші рет көрген кезде в шоке была. Сорып жатыр, көзін жұмып тұрып, кайфовать етіп. Ұйықта қалды. Сол саусағын сорып ұйықта қалды. Бір кезде оян келе жатыр, қайтадан сорды. Ал саусақ аузында ғой. Қайтадан сорды да қайтадан ұйықта қалды. Көп ата-аналар не ойлайды? Ой, рахат-ай, өзі ұйықта қалды. Мен барып рилс көрейін. Телефонды шұқылайын, демалайын, ұйықтап алайын. Басқа балаларыма қарайын дейді, бұл балаға көңіл бөлінбей қалады.
негізі бала неге саусағын сорды? Өйткені бұл балаға көңіл бөлінбей қалды анасынан. И бала өзін өзі қалай тыныштандыру керек екенін түсінді. Саусағын аузына салады, рефлекс бар, сору рефлексі балада, сору арқылы өз-өзін тыныштарды, ұйықта қалды. Сол моментте ана, ол любой балада болады, саусағын алып тастау керек деп, баланы өзі уату керек. Қолына алып, деп, алтыным, күнім, жарығым деп уату керек. Ана бала жылайды, саусағын қайта-қайта салғысы келеді ғой. Саусағын алып тастап, айту керек. Ол да адам ғой, түсінетін. Бір айлық болса да адам сөзін түсінеді. Олай істеуге болмайды, жаным, сорма деп қолын алып тастау керек. Бір күні ол бала саусағын сормай кетеді. А бізде ата-аналардың көбісі ой рахат-ай, өзімен өзі ұйықтап жүр, кайф, күшті болды деген. Да, тыныш, миым тыныш, ол спокойно өзімен өзі тынышталады дейді. 5-6 жаста мынандай открытый прикуспен алып келеді. А ол уже балада әдет. Өзінен өзі ол бала әдеттен арыла алмайды самостоятельно. Оған маман керек, көмек керек. Психологиялық тұрғыдан. Сондықтан ата-аналарға айтарым, егер ондайды байқасаңыздар, өз-өздеріңізді аямай, баланы қолға алып уату керек. Сол үшіміз ана болып жаратылдық қой енді. Природамен, значит, біз ол балаға туғаннан кейін 100% балаға ғана қарауымыз керек. Тамақ пісіру емес, кір жуу емес, ата-енеге қарау емес, 100% сол балаға қарауымыз керекпіз. Мына жақта бәрі шіріп жатса да, бәрі тамақсыз қалса да, 100% сол баланың жанында отырып қарауымыз керекпіз. Мы за него ответственны. А бізде қазақтың менталитеті ғой, келін, ол қарау керек, қонақ келіп жатыр, оны күту керек. Ана бала өз-өзін тыныштандырды, и кайф, все, жүре берсін. Әркім өз күнін өзі көріп жүре береді. Да. Вот это плохо. Орыс тілді аудиториямен жұмыс істеген күшті. Менше барлық врачтар айтады. Да. Сұрақтардың өзі грамотный ғой. Да. Оқып, көріп, біліп, танысып. Они больше идут на контакт. Даже казахи русскоязычные больше идут на контакт, нежели казахскоязычные. Ничего не хотят делать, абсолютно. Я разочаровалась. Мадина знает же он. Енді жаңа біздің де подкастымыз негізгі мақсаты сол ғой. Бір нәрсені айта берейік. Бір болмаса бірі естір бәлкім. Иә, көмегі тиеді. Осы подкасты көргеннен кейін сәл енді сауаты ашылып, ары қарай дәрігерге де нақты сұрақтармен келуі мүмкін деген ой. Иә, дұрыс. Бұйыртса енді сондай жақсы нәтиже күтеміз сіздерге де, саналы пациенттер келу үшін. Енді осы жалпы тіс, жақ деп жатырмыз, аденоид және мұрынның бітелуі. Бұл жалпы тістің сондай прикусқа әсері қандай? Негізі былай арнайы сказать, что аденоид прикусты өзгертеді деп нақты айта алмаймыз біз. Негізгі причинасы аденоид, мысалы, аденоид барлық балада бар, абсолютно бүкіл бала аденоидпен туылады. И ол аденоид болу керек. Ол болмаса, бала пневмониядан өледі, потому что иммунитеті жоқ. Аденоид это фильтр. Просто балалар аденоидпен ауырды, маңқасы ағып жатыр. Біздің қазақтар не дейді? Ой, ми ағып жатыр, түк етпейді. Ну вот сплошь и рядом бәрі сөйтіп айтады. Ешкім ол маңқаны емдемейді. Ешкім ол орға апармайды. Ол маңқа сосын қою түрінде қалады, сұйық күйінде ағып жатады, сосын қою болады, жасыл болады, ішінде застой, инфекция. Бала қайтадан садикке барады, қайта новый инфекцияны кездестіреді, бұрынғы инфекцияның үстіне новый инфекция қосылады. Сөйтіп ол бейшара аденоид оның бәрін өлтіре алмайды. Былай жалпақ тілмен айтқанда. И үлкейе бастайды, размері үлкейе бастайды, бәрін өлтіру үшін, бүкіл инфекцияны өлтіру үшін. Оның мақсаты өлтіру ғой, арғы өкпеге жеткізбеу, бронхқа өтпеге. Яғни бір инфекция үстіне екінші инфекция, үшінші инфекция, и аденоидтың өзі источник инфекция болып қалады. И ол бала, мысалы, 1 ай, 2 ай, 3 ай ауызбен демалып жүр, потому что мұрны маңқаға бітеліп тұр. Анасы, әкесі қарамайды, ой, маңқада ми ағып жатыр деп жүре береді ары қарай. Сүрте салады, ол бала жүреді, и все. Привычка пайда болады. Ауызбен демалу деген привычка пайда болады. Потом ол ауызбен демалу уже прикусқа, неправильно, дұрыс емес, прикусқа алып келеді, понимаете? То есть аденоидтың өзі причина емес, прикустың дұрыс емес болмау. Аденоидтың кесірінен бала ауызбен демалады, ауызбен демалу привычка болады, ол привычка сосын кейін дұрыс емес прикусқа алып келеді. Сондықтан маңқа ақты ма, ол маңқаны емдеу керек. Ол ағып жатқан ми емес, ол дұрыс емес, мұрын бітелу деген дұрыс емес. Оған арнайы мамандар бар, лор врачтар, оны емдейтін тек лор врач. Лор врачқа апарып, мұрынны эндоскоп камераны кіргізіп, аденоидтың қаншалықты үлкен пайда бірінші, екінші, үшінші, төртінші степень, қай степень екенін қарап, динамикада емдеу керек.
То есть лорлар просто так шығармайды ғой фотографияны. Каждый барған сайын адоноидтың фотографиясын шығарады. Оның фотографиясын сен бүйтіп тексересің үш ай сайын. Кішірейіп жатыр ма, үлкейіп жатыр ма? Сонда ғана аденоидтың кішіреюінің арқасында балада мұрынмен демалуға мүмкіндік пайда болады. Енді брекеттік тұрақты тістер шыққанда ғана салына ма? Көп жағдайда тұрақты тістер шыққаннан кейін 11, 12, 13 жаста, кейбір балаларда 15 жастан кейін салынады. Енді әркім тістері әрқалай, бірақ соңғы уақытта Қазақстанда негізі, бірақ шетелдерде, көп мемлекеттерде қолданады. Алғашқы тұрақты тістер шыққаннан кейін біраз уақыттан салады. Мысалы үшін 6 жаста тіс шықса, 7 жас, 8 жасқа қарай алғашқы коррекцияны бастайды. Ол да бір дәрігердің методикасы деп айтуға болады. Например, тұрақты тістерге, яғни 6 тіске, 8 тіске ғана брекет салып, 7, 8, 9 жастада алғашқы коррекцияны бастауға болады. Бірақ брекет жәнегі айтқанда механикалық аппарат болғаннан кейін ол көбінесе тістің жағдайында ғана жөнделеді. Яғни тістерге орнашу, тістердің положениесін жөндеу деген сияқты. Бірақ тағы да ойлану керек, неге ол балаға біз брекет салып жатырмыз 8 жаста? Неге ол баланың тісі қисық? Демек, брекет салған балалардың көпшілігінде ол причина емделмейді, себебі емделмейді. Оның тек қана последствиясы деп айтуға болады. Әдемі қылып тістердің бәрін түзелеп қоясыз, бірақ причинасымен жұмыс жасау керек. Сондықтан мен өзімде салам, 2-де 4 деп айтамыз. Частичный брекет система 8-9 жастағы балаларға салынады. Бірақ барлық ол балаларда міндетті түрде миофункционалдық упражнение жасалынады, және ол балалардың барлығын айтылады. Кейін бұл балада тағы да бір рет брекет салынуы мүмкін. Өйткені ол жәнегі біз айтқан пластинка тренер миобрейс сияқты бір 6-8 айға ғана арналған ем, 1 жылға деп айтайын. Одан кейін ол брекет шешіледі, ол баланың аузында ұстай алмайсыз. Ол 8 жастағы баланы 15 жасқа дейін брекетпен жүргізе алмайсыз. 14-13 жасқа дейін. Демек, 1 жылдай коррекция жасайсыз, барлығын реттеп қоясыз, болашақ енді шығатын тұрақты тістерге орын ашасыз. Бірақ ол балалардың барлығын 13-14 жастан кейін көпшілігінен тағы да екінші этаптық лечение. Қысқаша айтсақ, это двухэтапный лечение деп айтылады. Бірақ көп жағдайда брекет салмауға. Брекет ол қараңыз, сіздің привкусыңызда қатты патология, ал сіз брекетті тіске жабыстырасыз, ана үлкен сүйектегі патологияны тістің көлемінде реттегіңіз келеді. Ол тіске түсетін өте үлкен травма, тістің өзіне түсетін. Одан тістің балалар барлығы ол тісті жумайды, тазаламайды, ол түсінікті, одан тістің емалі кетеді деген сияқты. Одан кейін ол жерде бір грамотный ортодонт болып жақсы жұмыс жасаса тағы жақсы. Өйткені балаларға салынған брекет ересектерге салынғаннан әлдеқайда ерекше. Өйткені ол баланың тісі әлі қалыптаспаған, ол жақта сформировка жүріп жатыр, баланың ағзасы өсіп жатыр, ол жақта давление өте пассивті түрде жасалыну керек деген сияқты. Сондықтан жеткізбеуге тырысқан дұрыс брекетке. Енді брекеттен бөлек қазіргі таңда елайнерді де тұтынып жатады. Осының ерекшелігі, айырмашылығы қандай? Елайнерді ол брекеттің альтернативі, яғни брекет тіске жабысып тұратын болса, оның орнына елайнер, яғни каппа, прозрачный каппаларды киіп шешу арқылы салып түсеуге болады. Онда интернеттен толығырақ оқып жатарсыздар. Қазір ол елайнерді біз біраз жылдар бұрын тек үлкен адамдарға орнататынбыз. Барлық тістер бар, бір 14-15 жастан жоғары адамдарға. Қазір елайнерді балаларға салатын методика шықты. Шыққанда ол Қазақстанға енгізіліп жатыр, яғни 8-9 жаста да балаларға елайнер салу арқылы тістерді түзелуге болады. Бұл да брекет сияқты бір инструмент. Қай дәрігерге қалай ыңғайлы, ол солай жұмыс жасай береді. Бірақ меніңше елайнер ол біз бәріміз елайнерге өтеміз, өйткені адамдар қазір көпшілігі брекет тағып, ауызды қажағанын, одан кейін оны дұрыс тазаламағанын, ауырғанын қаламайды. Сондықтан уақыт өте келе біз елайнерге өтіп жатырмыз. Егер де дәрігер жақсы инструмент ретінде елайнермен жұмыс жасай алатын болса, бала болсын, ересек болсын, салуға болады. Бірақ тағы да дәрігердің өзіне байланысты. Сонымен қайсысы тиімді, брекет пе, елайнер ме? Ата-аналар қазір отырып өздері калькулятор ашып санаса, негізі елайнер тиімді деп ойлаймын. Неге? Өйткені брекеттер жақсы маманда, қазір брекеттер примерно 500 мың теңге. Примерно. Ай сайынғы коррекция примерно 30-50 мың теңге. Чистка 3 айда бір рет жасау керек, міндетті түрде брекетпен. Это тоже 50-60 мың теңге. Это 2 рет жасайсыз. По-любому кариес пайда болады. Онсыз болмайды, өйткені ол бала тісін дұрыс тазаламайды. Қалай десе де. Кариес пайда болады, кариестер қазір 50 мыңнан жоғары. Поверхностный кариестер қазір 50 мың мысалы. Пульпиттер 300 мыңда. И оны біз бөліп төлейсіз, ақая примерно 2-2,5 миллион шығады. Элайнер сіз бір рет төлейсіз, 2,5 миллион, 1,5 миллион, смотря қандай, казахстанский, китайский бар, американский бар, түрлері көп. Қайсысымен врач жұмыс істейді, соны төлейсіз, 1,5 миллионнан 2,5 миллионға дейін. Зато сіз, во-первых, эмальді зақымдамайсыз,
Во-вторых, чистка жасамайсыз. Өйткені шешіп тастайды бала, кәдімгідей тістерін жуады. Как обычной жизни, да? Ешқандай брекет отклейка болмайды. Потому что шешіп тастады, қалаған чипсысын жеді. Ол подросток бала болғаннан кейін по-любому жейді кирешки, чипсы, KFC, бургер, а брекетпен ондай нәрсе болмайды, да? Ең соңғысы, это самый такой, мне кажется, важный, да, ешқандай деснаға әсер етпейді. Брекетпен бала дұрыс тазаламағаннан кейін деснасы қабынады, қабынғаннан гингивит болады, аузы қанайды, нашар иіс шығады аузынан. Элайнермен ондай нәрсе болмайды. Менің ойымша, мен мысалы өз балама брекет салдыртам ба, элайнер салдыртам ба деген сұрақ туындаса, мен элайнер салдырушы едім. То шығады. Былай конкретно бүйтіп бетті екіге бөліп брекет, элайнер деп жазып, расходтарын жазса, бағасы аяғында бірдей болып шығады. Просто көп ата-аналар оны түсінбейді, ойлайды, ой, 500 мың төлеймін, мына жақта 2,5 миллион төлеймін деп. А конечный итогын былай санаса, то шығады. Ал брекетті 24-те 7 таға ма? Әлде арасында алып отырамын? Брекет бір рет салдыңыз, ал Ой, шешкенге брекет деймін ғой. Элайнерді Да, 24-те 7. тек дәрігер айтқан кезде ғана шешу керек, иә? Да, тамақ ішкенде шешеді, тісін жуған кезде шешеді, и қайтадан киіп алады. То есть 24 сағаттың 22 сағатын кию керек. 2 сағаты тамаққа, тіс жууға кетеді. Қалған уақыт аузында. Дикциясы өзгермейді, ешқандай бет әлпетінде өзгерістер болмайды, қажамайды, он прозрачный, цветі жоқ. Соответственно, съемкаға да, анда-мында неше түрлі выпускнойға да үйлене беруге болады онымен. Бізде пациенттер айтады, выпускной ертең шешіп берші. Я не могу, надо. Мен күйеуге шығайын деп жатырмын, алып қашып кетті, давай шешіп тастаңыз брекет дейді ғой. Вот сондайда можно элайнермен спокойно жүре беруге. Ал енді жалпы брекет салатын кезде де, элайнер салатын кезде де тісті міндетті түрде емдеп аласыздар, иә? Иә. Емдеткізесіздер. Осы тұста жалпы тісті қандай жағдайда жұлуға болады деген сұрақ. Осы қалмай. Енді жұлуға болатын жағдайлар бар шығар. Дайындық жасалынады ғой, брекет болсын, элайнер болсын, инструмент. Иә, қандай да бір инструмент қолданбастан бұрын тазалайсыз, чисткасын жасайсыз, удаление жасайсыз, егерде хирургиялық жолмен показания болған тістерді, құртылып шығып кеткен тістерді жұласыз деген сөз. Ол жай ғана дайындық. Ал енді ортодонтиялық көрсеткіш бойынша жұлынатын тістер бар. Әртүрлі. Нақты осы тіс деп айта алмаймын, бірақ көбінесе кіші азу тістер премоляр деп айтамыз, иә. Тағы да сондай. Бір ортодонт қазір тісті жұлып емдеймін деп айтады, бір ортодонт жоқ, мен жұлмай емдеймін деп айтады. Сосын ата-анасы сізге консультацияға келеді, сіз айтасыз, жоқ, мен жұлмай результат шығарып беремін. Одан ол кісіге басқа жерге консультация, ол жерде доктор айтады, мен 2 түсті, 3 түсті, 4 түсті жұламын деп айтады. Тағы да сіз барып айта алмайсыз, сенікі дұрыс емес деген сияқты. Школа әртүрлі. Әртүрлі школа, әртүрлі протокол жоқ ортодонтияда. Дәрігерге де мен дәрігер ретінде айта алмаймын, сен неге ол түсті жұлып жатырсың, сенікі дұрыс емес пе деп. Мүмкін ол кісінің тәжірибесінде сол методика арқылы жақсы результат шыққан шығар. Бірақ қандай методиканы пайдалансақ та, ең бастысы балаға зиянымыз тиіп кетпесе болды. Мысалы үшін 4 түсті жұлып тастау деген дәрігер ретінде маған да негізі өте ауыр. Ауыр, конечно, иә. Здоровый түр. Бірақ қандай жағдай болсын, тісті жұлып емдесең де, жұлмай емдесең де, негізгі показания ол челюстке тістің қатарына тістердің сыймауы көп жағдайда. Мысалы үшін челюстің объемына тістердің енінің қосындысы сыймаса, демек тістерге орын жеткіліксіз болса, ол жұлынады. Бұл показания, я думаю, барлық ортодонттарға ортақ показания. Просто біреулер сыйғызып жіберемін дейді, біреулер жоқ, мен сыйғыза алмаймын, маған тісті жұлып тастау керек деп жұлып тастайды. Сол үшін ата-аналар алдын ала орын жасау керек ол тіске, правильно же? Мысалы бала 10 жаста, қылықтар үстінен келе жатыр. Күтпеңіздер 12 жасқа дейін. Зачем 12 жасқа дейін күтіп? Ортодонтқа барыңыздар, расширяющий пластина қойыңыздар, сүйекті үлкейтіңіздер, сүйектің өзін. Кейін брекетпен қойған кезде уже жұлмай тісті, потому что сүйек бар. Бұл сүйекке тістер сыяды. Не надо ждать. Тіс жұлу ең соңғы вариант ретінде қарастырған дұрыс болады негізі. Совсем уже выход жоқ. Әртүрлі кеңейтіп көресіз, направление беріп көресіз, физиологиялық түрде челюстерді өсіріп көресіз. Енді баланың жасына байланысты. Тіпті ең соңында на винтақтандарға вкручивать ететін аппараттар салып көріп болмаса, тіпті вариант жоқ. Жұлудан басқа тіс мүлдем сыймайды деген кезде, онда жұлуға болады. Совсем сыймайтын кезде. Бірақ қазір 8 жаста да премолярды жұлып тастайды. Это энуклеация деп аталады. Я же говорю, 2 школы есть. Школа, которая растит, и школа, которая удаляет. Энуклеация қазір бізге Россиядан келіп жатыр ғой. Российский лекторлар көп, 25 жылы өте көп келді Қазақстанға. Олардың көзқарасы бойынша біз тістерді зачаток күйінде, әлі шықпаған күйінде жұлып алып тастауымыз керекпіз.
якобы оларға орын жоқ, орын пайда болмайды, ол как аппендицит керек емес тіс деп алып тастайды, энуклеация деп аталады. И көп дәрігерлер қазір сол ақпаратпен жұмыс жасап жатыр. Бізде Қазақстанда ол только биыл болды, алдыңғы жылы ғана пайда болған. Сондықтан отдаленный результаттар врачтарда жоқ. Егер ондай методпен емделем дегендер болса, меніңше Россияға барып емделген дұрыс болады, потому что ол жерде врачтарда опыт бар. По крайней мере, отдаленный результат бар. Не болады. Қазақтарда еще отдаленный результат жоқ, потому что бізде только ол еңіп жатыр. Во-первых, во-вторых, функциональный ортодонттар ретінде біз айтамыз да, жұлу деген это конечный результат. Всегда успеете удалить. Всегда. Мысалы, адамның 10 саусағы бар. 10 саусақтың ең соңғы саусағы біз ойлаймыз ештеңеге керек жоқ деп. Не пайдасы бар мынаның, мизинцтің дейміз де, бұны кесіп алып тастасақ, оның да бір көмегі бар организмге бір нәрсені ұстағанға. Сол сияқты әрбір тістің де өзінің бір функциясы бар ғой. Әрбір тіс бір нәрсе жасайды. Егер сіздер ол тісті алдын ала жұлып алып тастасаңыздар, значит, саусағыңызды алдын ала, ой, керегі жоқ екен, зачем ол маған лишний трата, мизинец мына жаққа материал кетеді, перчаткада деп кесіп алып тастасаңыз, бұл дұрыс емес қой. Лучше ол тіске орын жасаңыздар. Бұл айтып жатқан ақпараттар растущий организмге. Иә, растущий. Ойламаңыздар, 20 жаста маған тісімді жұлды еді, мен челюстім өсіп, может, орын болып кететін шығар деген, бұл оларға арналмаған. Шатасып қалмасын ата-аналар, бұл енді өсіп жатқан ағзаға арналған. Осы жақында маған директке сообщение келді. Сіз айтып жатырыңыз рилста, еще менің рилсымды белгілеп бүйтіп. Жақтар 12 жасқа дейін ғана өседі деп. Мен чат GPT-ден сұрадым, 18 жасқа дейін өседі екен деп маған скрин жіберді. Сол мен жадым, чат GPT-ға айтыңыз мені емде деп. Маған немеге жазып жатырсыз деді. Мен 12 жасқа дейін дедім, мен 12 жасқа дейін ғана өседі дедім. Чат GPT 18 деді, 18 жасқа дейін өсірсін сізге. Мен 16-дамын деді, менің жағым әлі өсіп жатыр дейді. Поэтому чат GPT-ға иға сенбеңіздер. Енді әр адам индивидуально. Конечно. 13 жасқа шейін өсуі мүмкін, 14 жасқа дейін. Енді бірақ халықтың көп бөлігінің өсуі 12 жаста тоқтайды. Бірақ доказанный бар, остеопаттармен, басқалармен 16-15 жасқа дейін өседі. Бірақ ол жерде сіздер ойламаңыздар, анау бір 5-6 жастағы бала сияқты ол активно өспейді. Ол соңғы сүйектің өсу клеткаларының қалыптасқан уақыты. Ол жылмен есептегенде это незначительный миллиметр, доли. Сіз бір жыл бұрынғы рентгенмен бір жылдан кейін қайтадан рентген түсіріп қарасаңыз, ол жерде өте аз ғана разница болады. Соответственно, 12-13 жастан кейін, грубо говоря, қалыптастыруға болады, миға уже баланың жағы өспейді никуда. Логически даже былай ойласам, мысалы, ең соңғы тіс ауысты. Зачем сүйекке өсуге? Зачем ол өседі? Зачем біздің организм оған ресурс тратеді, кальций тратеді? Зачем? Қол аяғы өсіп жатыр ол баланың. Лучше соны өсірейін дейді, организм өсіп жатқан дүниені өсіреді. Біздің соңғы сүт түскен кезде организм ойлады, все, жаңа тіс шықпайды, жақ өспейді, поэтому. Қалыптасты. Все, қалыптасты, керек емес деген сөз деп ойлайды да, өзінің ресурсын басқа жерлерге жұмсайды. Қолына, аяғына, басына, табанына деген сияқты. Төменгі бөлігі өсіп бастайды. Енді осы тұста жалпы жақтың даму процесі туралы көрсетіп, түсіндіріп айтып берсеңіздер. Черептен көрсетейік, үлкен черептен де көрсетуге болады, кішкентайдан да көрсетуге болады. Біздің үстіңгі жағымыз, байқасаңыздар, бұл біздің басымыздың жалғасы ғой, черептің жалғасы. Астыңғы жақ өзімен өз тұрған сүйек. Егер біздің үстіңгі жағымыз дұрыс дамымаса, значит, біздің мына үстіңгі жақ қосылып тұрған сүйектерімізде дұрыс дамымайды деген сөз. Біздің үстіңгі жағымыз 11 сүйекпен қосылған, басымыздың 11 сүйегімен. Оның бір сүйегін мысалы скуловая кость. Егер біздің үстіңгі жағымыз кішкентай болса, недоразвиті болса, онда мына сүйекте тоже недоразвиті болады. Ол неге алып келеді? Бет әлпетінің өзгерісіне алып келеді. Кейбір кісілерде бүйтіп көзінің асты түсіп тұрады. Опущенный уголки глаз дейді. Не себепті? Өйткені мына сүйегі дамымаған. Ол сүйек неге дамымаған? Үстіңгі жағы дамымаған. Бұл сүйек жақсы дамыса, мына бұлшығы жоғары көтеріліп тұрады. Соответственно, әйел адамдар ботоксты 50-55 жасында жасайды. Егер мына сүйегі түсіп, кішкентай бұлшығы түсіп тұрса, значит, 30 жасында бүкіл бұлшық астыға түседі, подтяжка жасайды. Пластическая хирургия, ботокс, нити деген сияқты дүниелер қолдана бастайды. Өз қыздарыңыздың болашақта ешқандай укол, нити, пластика жасамасын деген ниеттеріңіз болса, ата-аналарда, мамалар, үстіңгі жақты кеңейту керек, үлкейту керек. Өйткені үстіңгі жаққа байланысты мына сүйегіміздің қалай өсетіні. Екіншісі, дәлелденген мәселе, ол уже үстіңгі жақ бізде көзбен байланысты, глазницамен, нижняя граница глазницы дейді.
егер біздің үстіңгі жағымыз кішкентай болса, мына сүйек дамымай қалады. Адамның ішіндегі көз алмасы размері как положено өседі. Мына сүйек дамымай қалса, ішіндегі мышцы симайды, көздің жұмсақ жері симайды. И, соответственно, ішіндегі давление өзгереді. И уже доказано медицинада, что прикусы дұрыс емес балаларда миопия болады. Минус. Егер бала 5 жасқа дейінгі бала болса, минуспен үстіңгі жақты үлкейту арқылы минусты да түзеуге болады параллельно. Егер бала 6 жасқа дейін болса и прикусный өзгеріс болса, астигматизмді түзеуге болады. Это тоже доказано. Біздің ойлап тапқан нәрсеміз емес, бұл доказательная медицина, PubMedте өте көп информация бұл туралы бар, оқысаңыздар болады. Сондықтан үстіңгі жақпен жұмыс жасау керек. Ортодонттар көбінесе үстіңгі жақта алмалы-салмалы қояды, алынбайтын пластина қояды, оны енді өзі ортодонт шешеді, рентген снимоктарды ашып. Оған ата-аналар айтпайды, мен мынандай пластина қойғым келеді, кейбір ата-аналар келеді ғой, Марко Росса қойып бер маған. Қанша тұрады сіздерде? Да, қанша тұрады сіздерде деп келетіндер болады, оны дәрігер таңдайды. Ең қымбатын қой дей салуы мүмкін. Дәрігер таңдайды, рентген снимокты ашып. Біз рентген снимокты ашамыз да көреміз ғой. Үстіңгі жақ қандай размер, астыңғы жақ қандай размер, бір-біріне сәйкес келе ме, келмей ме, қанша миллиметрға расширение керек. Мүмкін 1 миллиметр шығар. Зачем алынбайтын қояды онда? Онда алмалы-салмалы қояды. Мүмкін жерде 15 миллиметр расширять ету керек шығар. Онда 100% алынбайтын пластина қойылады. Үстіңгі жақты үлкейту арқылы сіздер бүкіл проблемаларыңызды шешесіздер. Тыныс алу жолдарының проблемасын, көздің проблемасын и бет әлпетінің проблемасын. Енді астыңғы жаққа келсек, біздің астыңғы жағымыз бөлек тұрған сүйек қой, қосылып тұр. Черепқа. Да, бұл қозғалмалы сүйек болғандықтан, бұны мынау сияқты бүйтіп өсіріп, басқа жақтарымызды өсіре алмаймыз. Бұл цельный сүйек. Бұл цельный сүйек болғандықтан, бұны өсіру пластинамен мүмкін емес. Бұл пластинаның көмегімен өспейді. Брекеттің көмегімен өспейді. Элайнердің көмегімен өспейді. Тренердің көмегімен өспейді. Бұл только функция қалпына келген кезде ғана өседі. Основной функция жақты өсіретін астыңғы жақты, это шайнау. Сондықтан бұрынғы ата-бабаларымыздың сөзін еске алып, балаларымызға не айтамыз? Сүйекті күшті тақырғып мұжсаң, әдемі әйел аласың, әдемі күйеуің болады деу керек. Бізді ата-аналар сөйтіп алдаған. Біз соған сендік қой. Сүйекті өлердей мұждық, күйеуім әдемі болсын деп. Бізді қыздардың мысалы былай айтатын, ана сіңірді шайна дейтін. Шашың ұзын болады. Шашың ұзын қара болады дейтін. Біз соған сенетіміз, ойбай, қалың болады шашым деп, анан өлердей мұжитынбыз, анан шайнай алмайтынсың. 1000 рет шайнау керек шығар, шайнау үшін сіңірді. Да? Алдайтын бізді кәдімгідей. Солай балаларымызды алдайық бізде. Соны еске алып, біз ата-бабаларымыз тупой болған жоқ, өте ақылды адамдар болды. Сондықтан оны еске алу керек, қайтадан балаларымызға оны келтіру керек. Басқа түрде. Қазір ата-аналар қайтеді, ұрсады, айғайлайды, боқтайды. В крайнем случае, манты жесаш дейді да мантын бере салады. Шайнамайтын дүниені. Манты, котлеты, пельмени, фри, наггетсы, жұмсақ тамақты бере салады, потому что это легко. А потом прикус дұрыс емес. Егер біз балаларымызға қатты тамақ берсек, өзіміздің бұрынғы сүйек мұжығанымызды, сіңірімізді, қазір орыстардың беріп жатқан морковкасын, бәрін берсек, баланың жағы өседі астыңғы жақ. Басқаша ол өспейді. Оны пластина арқылы өсіру мүмкін емес. Но біздің астыңғы жағымыздың өсуі тыныс алу жолдарына тікелей байланысты. Егер астыңғы жақ кішкентай болса, тыныс алу жолдары тар болады. Сондықтан сіз 12 жаста брекетті бірақ қоя салам, брекетпен тістерді түзей салам деп ойлап жатқан ата-аналар, бұл ой дұрыс емес. Брекетпен сіз прикусты түзейсіз, әдемі болады, тамақты шайнайсыз, бірақ тыныс алу жолдары тар болып қалады. Бізге ауа тамақтан да қажет. Егер ауа жеткіліксіз түсіп жатса, мына миға, біз дұрыс дамымаймыз. Астигматизм привет дейміз 50 жаста. Деменцияға привет дейміз, аритмияға привет дейміз. Почему? Потому что кислород жетпесе организмге, бүкіл біздің органдарымыз уақытлы ерте изнашивается. То есть 40 жаста, мысалы, уже давление пайда болады, басқа өкпенің аурулары болады, ерте қартаю пайда болады, потому что ауа жетпейді. Қазір жақ сүйекті үлкейту арқылы сіздер болашақта денсаулықтарыңызға плюс жасайсыздар. Ал енді осы тұста жалпы үстің жақты үлкейту үшін жаңа түрлі пластинкаларды қоясыздар. Ал олардың қызметі қалай бөлінеді? Қараңыздар, және айтты, Айнұр Мәлеуовна, бізде жоғарғы жақ қана кеңеді, өйткені ол бізде қос сүйек, екі сүйектің қосындысынан тұрады. Шов бар, соответственно, сол шовты кез келген адамның дамуында қосылып тұрған екі шовты айыра аласыз. Хоть сізге 5 жас, хоть 50 жас, оны ажыратуға болады.
ол методика ғана байланысты. Ал төменгі жақ жаңа айтты, ол тек қана өсетін сүйек, оны кеңейтіп, пластинкамен итеріп, жарып жіберіп, немесе тістерді түзулей алмайсыз. Демек, осы жерге келген кезде негізгі айтылатын пластинкалардың көпшілігі емес, тіпті барлығы деп айтайын, кеңейтетін, ол жоғарғы жақ сүйекке арналған. Тағы да опять пластинка, мысалы үшін ересек адамдарда қолданылатын негізгі инструмент ол брекет және элайнер болатын болса, балалар ортодонтиясына баланы өзі ата-анасы консультацияға алып келген кезде ол бірінші ойланып келу керек, менің балама қазір қандай пластинка қояды екен. Өйткені 90% жағдайда фокус ол пластинкаға беріледі 12-13 жасқа дейін. Ал ересек болса ол түсінікті енді брекетке кетеді деген сияқты. Енді бала өсіп жатыр, 1 жас, 3 жас, 5 жас, 7 жас деген сияқты. Барлық кеңейту деген сөз, расширение деген сөз өзгермейді, бірақ балаға қойылатын пластинкалар өзгере береді. Өйткені бала өскен сайын, өсу деген сөз сүйектің қатуы деген сөз ғой. Адам өсу деген сөз ол қартайып жатыр деген сөз. Уақыт өте келе адам өсіп жатыр, сүйектер қатайып жатыр. Демек, сіздің жәнегі тым кіші балаға салған пластинкаңыз үлкен балаға келген кезде ол көмектеспеуі мүмкін, көмектеспейді де. Соған байланысты ең бірінші біз жәнегі алмалы-салмалы пластинкалардан бастаймыз. Оны алмалы-салмалы дәл аталардың протезі бар ғой, білесіздер, протез. Солай айтсам ғана түсінеді ата-аналар. Дәл сондай пластинканы бала киіп салып, жақты үлкейте алады. Оның үлкейтетін қабілеті бар. Алмалы-салмалы пластинкаларды біз әдетте 5-6 жасқа дейін қолданамыз да. Кіші балаларға дейін. Ең соңғысын бір 6 жасқа деп айтайын. Енді тағы да индивидуальный, әр баланың өзінің дамуына байланысты. Одан кейін шамамен 5 жастан, 6 жастан жоғары қарай бір 8-9 жасқа дейін шамамен алынбайтын, бірақ тіске жабыстырылып қоятын пластинкалар қолданамыз. Сүт тіске қолданылатын. Аттарын айтайық, ата-аналар көріп, оны ізденіп, ол не нәрсе деп. Ол өте көп қолданылатын. Маркароса деген пластинка, Хас, Хайрекс, Пендилиум, тағы басқа фиксация тек тіске қолданылатын, сүт түстерге қолданылатын пластинкалар. Енді сіздің балаңыз келіп тұр, жасы 9-да, немесе 10-да, 12, 13, 14-те, жәнегі сіздің алмалы-салмалы пластинкаңыз, немесе тіске жабыстырып қоятын алынбайтын пластинкаңыз көмектеспейді. Өкінішке орай, өйткені жәнегі таңдайды біз кеңейтіп жатырмыз ғой, сүйек қатып қалған, шоқтардың бәрі қатып қалған. Ол кезде бізде фиксация тістен сүйекке ауысады, яғни винтовая фиксация деп айтады. Уже жәнегі қойланатын аппараттардың қосымша ішіне винттер қосылады. Винт деген ата-аналарға түсінікті болу үшін айтайық, болт шуруптар, 1 сантиметр 10 миллиметрлік шуруптар таңдайдың сүйегіне бұратылады. Өйткені жәнегі сіздің алмалы-салмалы немесе тіске жабыстырған пластинкаңыз 10 жастағы баланың сүйегін кеңейте алмайды. Ол жерден сіз побочный эффект көресіз, ол тісті ғана итереді. Ол шығып та кетуі мүмкін. Көп ондай. Қазір ата-аналар қорқаттан, винтовая фиксациядан қорқатта, доктор, бізге осындай аппарат салыңызшы, ол қорқынышты ғой, кейбір дәрігерлер, жарайды қорқады ғой деп, білмеймін не екенін салып жібереді. Рентгеннен қарағанда сүйек мүлдем үлкеймейді, сүйектің объемы өзгермейді. Анау қойып қойған екі тіс бүйтіп кортикальный пластинка деп айтады, сүйектен шығып кетерде болып тұрады. Ол побочный эффект. Егер сіздің балаңыздың жасы 10-нан асып кеткен 12 жас болса, жақтың көлемі кіші болса, винтовая фиксация керек болды ма? Баланың жасы соған келіп тұр ма? Демек, сізде винтовая фиксация болу керек. Оның өзі, винтовая фиксацияның өзі бір 13, 14, 15 жасқа дейін күшті көмектеседі. Одан кейін ол методика өзгереді. Жәнегі сүйекті таңдайды ортасынан кесетін кортикотомия деген процедура қосылады. Адамды қорқытпай қойып? Иә, қорқытпай, бірақ тағы да байқасаңыздар, жас үлкейген сайын жәнегі пластинка да ауырлап жатыр, пластинкамен жұмыс та ауырып жатыр. Одан кейін жәнегі пластинканы қойғанға да байланысты. Алмалы-салмалы пластинка вообще ауыртпайды десек болады. Тіске салып қоятын, жай іліп қоятын пластинкалар дискомфорт береді, ал винтовая фиксациялары олар енді болезненно болады. Болезненно деп айтпай қойықшы енді. Анестезия бар, укол қояды. Үйге барған кезде сәл, бірақ енді шошып қалады қазір ата-аналар. Бірақ енді ол 15-16 жаста салған адамға ол тіпті қиын болады деген сияқты. Ол 20 жаста, 25 деп айтайын, сол үшін тағы да айтамын, бала кіші болған сайын пластинка жеңіл болады. Бағасы да арзан болады. Бағасы да арзан болады. Ең бастысы нәтижеге жылдам жетесіз. 1 ай, 2 ай, 3 айда сіз уже результат көріп тұрасыз. Вот пластинкалардың қызметі осындай, жақты көбінесе кеңейту қызметін атқарады. Енді осы тұста сіздерге дәрігер емес, ата-ана ретінде сұрақ қойсам. Сіз өзіңіз пациентсіз. Енді ортодонт дәрігерді қалай таңдау қажет? Бір врачқа шегеленіп қалуға болмайды, меніңше. Аз дегенде 3-4 дәрігерге консультация бар келу керек. 3-4 дәрігердің консультациясын тыңдап, қайсының мнениесі
бір-бірімен келіседі. Мысалы 4 адам консультация айтты, әйтеуір екеуінікі келісті ғой бір-бірімен. Сол методикамен жүру керек. Біріншісі, иә. Екіншісі, ол дәрігердің отзывтарын көру керек. Қандай отзывтар бар? Положительный, отрицательный. Рейтингін көру керек екен. Тугиста бәрі көрінеді ғой. Үшіншіден, до и после сұрау керек, ұялмау керек. Ата-аналар врачтан сұрау керек. Тура осындай ситуация болды ма? Или осыған ұқсас бір ситуацияларыңыз болды ма? Көрсетіңізші, аяқ қандай болды деп сұрау керек. Егер жаңадан бастап жатқан маман болса, ол міндетті түрде айтады, мен енді ғана бастадым, бірақ мен оқыдым, істей алам деп, енді көңіліңіз тиіп жатса, сол врачқа барасыз. Егер уже опыты бар болса, ондай случайларды емдеген врач болса, міндетті түрде портфолиосын ашып, компьютерін ашып, бізде бүкіл фотографиялар сақталады ғой. Онда қанша облачный памятьта қанша фотография бар. Оны пациент емдеп кеткен күннің өзінде бізде фотографиялар сақталады. Ашып көрсетеді, міне осындай сіздікіне ұқсас, осындай жағдай болған, осылай емдеп шығардым деп. Бірақ сонда да ешқандай гарантия жоқ. Сіз нақты күшті маманға тиесіз деген. Внутренняя интуиция да болу керек. Потому что адам ол робот емес. Бірін емдеп жатып күшті результат алып жатамыз, бірін емдеп жатамыз, результат медленный болып жатады, бірін емдеп жатамыз, результат в общем жоқ. Почему? Потому что бұл жерде ата-ана, врач деген қарым-қатынас мықты болу керек. Тек дәрігер, ой, мен сізді емдеп береді, тек дәрігер ғана жұмыс жасап результат шығарады деген дұрыс ой емес. Ата-аналар 50% жұмыс жасау керек баламен. Мысалы, алмалы-салмалы пластина берді ма Нұрсұлтан? Значит, ол ата-ана қадағалау керек. Бала киіп жүр ма, киіп жүрген жоқ па? Мүмкін ол бала шешіп тастады. Кимейді. Мамасы келген кезде ғана киіп алады. Конечно, результат болмайды. Мысалы, алынбайтын пластина қойды ма, ата-ана оны жуу керек, тазалау керек, ішінде кариес, пролежин болмас үшін, или тренер бердік па, ол тренермен қоса күнде ата-ана жаттығу жасау керек. Егер ата-ана врачпен бірге бірлесіп жұмыс жасаса, любой врачпен нәтиже шығады. Егер сіз ең мықты дегенде ортодонт, біз қала, Астана бойынша, мемлекет бойынша ең мықты ортодонтқа бардым, бірақ жұмыс жасамаймын десеңіз, результат болмайды. Тек ортодонтқа байланысты емес ол. Енді алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көптен көп рахмет. Өте пайдалы подкаст болды деп ойлаймын. Қымбатты көрермен, шынымен де енді осы пайдалы подкастымызды соңында дейін көріп, өздеріңізге керекті ақпараттарыңызды алыңыздар. Бүгін бізде қонақта болған қарағандылық ортодонт дәрігер Айнұр Мәулетқызы және астаналық дәрігер Нұрсұлтан Қажыбекұлы. Подкастты көріп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Келесі қандай дәрігерді күтесіздер, төменге жазып қойыңыздар.